Құрметті әнсүйер қауым, кезекті бүгінгі әндеріміздің авторы Қанат Уәлиұлымен сұхбаттассақ, ендеше сұхбатқа берсек кезекті. Қанат аға, сұрақтарымызға дайын болыңыз. Қанат ағай, сіздің әндеріңіздің шығу тарихы туралы айтып берсеңіз. Алғашқы әндеріңіз қашан жарыққа шықты? Қайырлы кеш, құрметті ағайын, туыс, әріптестер, ағалар, әпкелер, апалар деген. Бүгінгі жаңа жүргізушілер айтып кетіп жатқандай, міне әріптестерім, бүгінгі шығармашылық кешіме бірінші қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын деймін. Енді мынау сұраққа көшетін болсақ, бір ақын ағаларымыз айтқандай, лаулата алмай бойдағы бар ұшқынды, жүрген кезім алыстап алысқырды. Бірде мені Төлеген Айбергенов тарлан ақын Тайырмен таныстырды дегендей, сол сияқты Серік ағам айтып кетіп жатқандай, Қайыржан ағам осы менің әндеріме сөз жазуға бағыттап Серік ағаммен таныстырды. Ерғожа Тілепберді ақын ағаммен таныстырып жатыр. Қорғанбек інім арқылы Мұқият Қойшыбайұлымен танысып жатыр. Тағы сол сияқты жол сілтеп бағыттап осындай ақын ағалармен, інілерімен, апаларымен деген сияқты танысып, әндерім өмірге келіп жатыр. Негізгі әнімнің ең бірінші шыққаны, ең бірінші 91 жылдары ауылға Ақсуат Торғай өңірінде арқалықта оқу аяқтағаннан кейін Амантоғай ауданы Ақсуат ауылында сол жерде мектеп қабырғасында жұмыс еңбек жолымды бастап, одан кейін сол жерде еңбек ете жүріп, бір алғашқы әндерім Анашым деген әнім өмірге келді. Ол кезде енді анамды жақсы көріп, содан туындаған шығар, балалық шығар деген сияқты сондай немен жүрдім. Одан кейін Достарым деген әнім дүниеге келді. Қазір бүгінгі осы неде шығармашылық кеште орындалады. Бекарыс деген шәкіртім орындап шығады. Одан кейін енді айта берсек, солай әндердің кезегі 4-5 ән шықты. Одан кейін сол бір үзіліс болды. Сол 2013-14-15-ке дейін сондай үзіліс болды. Енді ол мен жазам деп ұмтылған жоқпын, жазбайым деп те не істеген жоқпын. Өзі Алла бермеді, Алла келтірмеді. Содан кейін жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Енді одан кейін бүгінгі шығармашылық кешімнің өзі аты да ризамын жаным тағдырға дегендей, бірінші Алла, екінші менің шабытымды оятқан менің перзентім, менің ұлым, мен жалғастайым, міне осы ұлыма деп рахмет. Сол бірінші Алла, сол екінші менің ақтайлағым деп өзім айтам, ақтайлағым әкесінің шабытын оятқан деп. Одан кейін тағы бір себепкердің сол жаңағы осы әндерімнің шығуына бір түрткілі болған, сол не болған жаңағы демеу болған Бауыржан Момышына арнау әнім шықты. Сол арнау әнім шықпастан бұрын сол маған қолдау салған мектеп басшысы Марал Кәткенова болатын. Қанат ағай, осындай мектебімізде Алматы республикада жарыс өткелі жатыр. Бауыржан Момышұлы атындағы байқау республикалық. Соған бір ән шығаруымыз керек. Жанар Алпанова қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі, ақына ол кісі қайда екен, осы жерде болу керек. Ақындармен бірге Жанар апайымыз. Сол кісі сөзін жазды, мен әнін жаздым. Одан кейін сол әнім жарыққа шығып, сол республикалық байқауда 2-ші орын алып келді. Одан кейін осы Астанада бірнеше байқауларда бас жүлде алып, міне солай жалғасын тапты. Содан кейін Марал Кәткеноваға айтып жатырмын, басшы, сіз маған демеу бердіңіз, сіздің қолыңыздан келеді дегендей. Солай міне әндерім жарыққа шығып, қазір енді сіздердің алдарыңызда тұрмын. Композитор жаңағыдай әндерім авторлық қоғамда тіркеліп, композитор деп шығармашылық кешімді өткізіп жатырмын. Бірінші Аллаға шүкіршілік етемін, осындай жарық көріп жатыр әндерім. Бәрекелді, рахмет. Тағы да бір сұрағымыз бар. Осы әндеріңізді кім үшін жазасыз? Бір адамға арнап жазасыз ба, қалай әндеріңіз? Енді әндерімнің әрқайсысының бір өзінің бір тарихы бар. Енді оның бүкіл кештің бәрін уақытын алмай қояйын, бірақ дегенмен де бір несін айтып кетейін. Мысалы, мен Торғай бұл менің өлкем деп мақтанып, мен арқаланып сол ән жазатын әніме себепкер болған өшеде отырған ағам Серік Тұрғынбекұлы, міне ағам, міне Қайыржан ағайлар, менің өлкемде міне осындай белді азаматтар, айтулы азаматтар, батырлар мекені, ақындар мекені, дүлдүлдер мекені деген сияқты өлкеммен мақтандым. Сол өлкеме міне мақтанышымды Серік аға сөзбен жазып жеткізді. Міне сол сияқты менің ең бірінші сол әніме арқау болған Серік ағаның өзі болатын. Мен сол кісіні елімнің мақтанышы ретінде келтіріп, міне рахмет. Міне осылай менің өлкемде осындай мекен еткен ақындар, дүлдүлдер мекен, жақсымен жайсаңдар мекен деп солай суреттеп кеттім. Серік ағам ойымды жеткізді. Сол сияқты жаңағы кіршіксіз махаббаттың мәңгілік әні деп
бір әнім шықты, бұл кешімде бұл орындалмай тұр ол әнім, бірақ дегенмен де сол әніме себепкер болды. Бізде Еркінжан деген мұғалім завуч шаңырақ көтеріп үйленем деп жүрген кезі болатын. Содан сол шаңырақ көтеріп осылай бір бастар екеу болып, екі жүрек бірге соғып жатыр екен. Соған тілектес болып мен звондап құттықтаған болатынмын. Сол құттықтауымның арты бір күні түнде отырсам ән болып шықты да, сосын бірден мен күн түн демеймін, біресе Қайыржан ағайға звондаймын, біресе Серік ағайға звондаймын. Ағай тыңдап көріңізші, мынау әуен не деп тұр деп. Ол кісі Қайыржан ағайлар суреттейді. Қанат айналайын, мынау әнің мынандай беріп тұр, мынандай беріп тұр деп бағыттап. Соны кейін жаңағы ойлап, кейін таңертең түнде есіме түсті. Сөйтсем жаңағы Еркінжанмен бізде Гаухар біздің жас отбасын құрып, жақында той болды. Сол кісілердің құттықтаған әсерінен кіршіксіз махаббаттың мәңгілік әні деген әнім шықты. Сол сияқты солай. Бәрекелді, рахмет Қанат ағай. Рахмет Қанат ағай, сізді көп сұрақпен мазалай бермейік. Енді тағы бір айтатын ең басты бір нелерім, мысалы жаңа атамекенімде айтылып кеткендей, тағдырым маған сыйлады, сен де өмірдің ақтаңын, сен де өтті қамсыз, қайғысыз, әр күн алаңсыз шақтарым деп жаңа Мұқият Қойшыбайұлымен бірлесіп жазып, жаңа атамекен жайлы ән айтылып орындалып жатты. Мысалы сол атамекенде, мысалы осы біздің перзент мына сәби балапандарымыз ертеңгі күніміздің болашақтары, сол ұрпақ менің елім, менің жерім, мен ұлтымның мақтанышымын деген сияқты сондай елдігімізді, ерлігімізді, дәстүрімізді сақтай отырып, мен қазақпын деп сақтанбайтын, мен қазақпын деп мақтанатын ұрпақ өссе екен деген үмітім сондай бар. Одан кейін үшінші шумағында, әр шумақтың несінде бір мән мағына жатыр. Жаңағы ұшам деген сұңқардың қанатына жел берген, шабам деген тұлпардың тұяғына дем берген деген атамекеннің біздің киелілігін, қасиеттілігін, әр батыры, әр сұңқарын, әр дүлдүлін осы атамекен қанаттандырып ұшырып жатыр. Сол атамекеннің киелілігі. Одан кейін айтылып жатыр да, сақтай көр киең мен мына келесі ұрпаққа тапсыру перзенттік борышым деп. Ата бабаларымыз бізге мына ағаларымызға міне білек найзаның ұшымен, білектің күшімен жерімізді қорғап, біздің ата бабаларымызға қалдырса, ата бабаларымыз бізге, біз келесі ұрпаққа аманат етіп жеткізу не парызы. Осындай ұрпақ сабақтастығы, елдігіміз, ерлігіміз, дәстүріміз сақталса екен, қазақ елі мәңгілік жасаса екен деген сондай осындай ұстанымдарым бар. Енді айта берсем көп. Енді осы жаңа жас ұрпақ деген әнімде шығып, Серік аға сөз жазды. Серік аға бірнеше әніме сөз жазды. Мұқият Қойшыбайұлы бірнеше әніме сөз жазды. Гүлайым Жотайба, Гүлайым Жүнісқызы қайда екен ол кісі? Гүлайым апай міне байқамай қалдым. Міне Гүлайым апаймен тағы көптеген жаңа ақындар ағаларымызбен, апаларымызбен жұмыс жасап жатырмыз. Енді сол әндерімде, жырларымда осы ақын ағаларым менің ойымда апаларым алып шығып жатыр. Әлі айта жатарым, дегенмен де сол ұрпақ осындай, мен деген ұрпақ осындай өссе екен, елім деген, жерім деген. Рахмет Қанат ағай сізге. Шабытыңыз шарықтай берсін. Осы жерде отырған барлық азаматтар сізге тілектес. Бәрекелді.